Қайырлы күн достар, бүгін өте қызықты тақырып, яғни күз мезгілінде байқап жатқан шығарсыздар, көп адам грипп ауруымен, пневмония, бронхит ауруымен, іш өту, құсу ауруларын жиі кездестіресіздер. Именно осы ауруларды қандай инфекциялар шақыратын туралы және оны қалай дұрыс емдеу керектігін дәл осы видеода сіздерге түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Мәселен, вирус дегеніміз ол майда түйіршікті вибрион, яғни оның көлемі 10 нанометрдан 25-30 нанометрға дейін барады. Біз байқағандай коронавирустан сақтық үшін біз маска тағамыз. Бірақ достар, маска сізді коронавирустан сақтамайды. Не себепті? Оның вирустардың көлемі масканың матасының ішіндегі, яғни торшалардан әлде қайдағы жіңішке, әлде қайдағы кішкентай болып кездеседі. Бұл мысалды келтіру себебім сіздерге вирустардың қаншалықты көлемінің кішкентай екенін көрсеткім келді. Қорытындылай келе, бұл вирустар өздігінен қанға түскенмен жасушаға енбей, олардың өз активтіліктерін, яғни көбеюлерін іске асырамайды. Тек қана жасуша ғана керек. Содан бастап олар өз қызметтерін, өз күштерін көрсетіп, көбею процесін қолға алады. Мына схема түрінде көрсетілген, алдарыңызда ВИЧ инфекциясы, гепатит, эбола, бактериофаг, аденовирусты инфекцияларының жалпылама көрінісі осылай. Түрлеріне байланысты олардың шақыратын аурулары да әртүрлі болып келеді. Ең алғашында біз вирустың құрылымына келетін болсақ, әр вирустар өзіндік бір пішінге ие. Яғни вирустың сыртында капсиды және де вирустың ішіндегі ДНК және РНК тізбекшелері болады. Бұл тізбекшелер арқылы вирустар көбейеді, яғни репликацияланады. Ол үшін бізге адамның, немесе жануардың, немесе өсімдіктердің, немесе қарапайым бактериялардың жасушаларына бұлар ене отырып, осы ДНК РНКсы арқылы түсіп біздің жасушамызға, сол жердегі жасушаның АТФ қызметін, белоктарын пайдалана отырып, олар өздерінің жасушасын көбейтіп алады. Вирустар өмірге соншалықты бейімделген, олар бактериялардың ішіне ене отырып, өздерінің ДНК, РНК тізбекшелерін қалдырып отырып, олар даже бактерияның ішінде өмір сүре алады, яғни олар бактериофагтар деп аталады. Сіздер білетіндей, вирустар бізде ДНК-лы және РНК-лы вирустар деп бөлдік. ДНК-лы герпес вирус, цитомегаловирус, поксовирус, гепатиновирус, ретровирус, ортомоксовирус, парамексовирус, яғни ДНК-лы вирустар. Герпес вирусы ол бізде тер қабатындағы герпес, өздеріңіз білетіндей ұршық аурулары, шырышты қабатының қабыну аурулары, энцефалит. Ретровирус бізде СПИД және AIDS инфекциясы, адамның аутоиммундық тапшылықты ауруын шақырады. Ортомексовирус қазір күздік ай мезгілінде көптеп кездесетін грипп, ОРВИ ауруларын осы ортомексовирус шақырады. Оның ішінде грипп А және грипп Б типке бөлінеді. Парамексовирус бізде ол бронхиолит немесе пневмонияны шақыруы мүмкін. Бұл жалпы вирустармен біз қалай күресеміз, оған тоқтала кетейік. Достар, вируспен біздің организмнің жасушасының байланысу схемасына келетін болсақ, қарапайым түрде ол былай түсіндіріледі. Яғни алдыңызда тұрған вирус жасушаға эндоцитоз арқылы ену қажет. Эндоцитоз дегеніміз, яғни жасушалық мембранаға жақындап, ол өзінің бүкіл капсидімен еніп, сол жерде М2 каналы арқылы протондар өзінің вирустың капсидін жояды да, сөйтсе оның ішіндегі ДНК, РНК тізбекшелер шығып, олар репликация, яғни көбею мақсатында клеткалық ядроға жақындайды. Ядроның ішінде не бар бізде? Ядроның ішінде жасушаның көбеюіне қатысатын ДНК, РНК орналасқан. Яғни вирус осы ядроға келіп, осы ядродағы белоктармен, АТФ энергиясымен, өзіне көбеюге қажетті заттарды пайдалана отырып, өзінің геномдарын көбейтеді. Яғни ол көбейіп болғаннан кейін олардың сыртын капсидпен қаптау керек. Сол кезде ғана олар жетілген вибрион, яғни жетілген вирус ретінде қарастырылады. Ол үшін
вирус өзінен протеаза ферментін бөледі. Ол протеаза ферменті вирустарға капсидті қабықшасын түзуге көмектеседі. Бұл капсидпен қапталғаннан кейін вирустың геномдары, яғни клеткадан шығу керек. Клетка үй секілді болды. Олар өзіне керекті нәрсені алып, енді яғни ол жерден шығып кету қажет. Ол үшін бізге до этого олар сиял қышқылдармен байланыста болады цитоплазма ішінде. Олар сол сиял қышқылдан құтылу мақсатында өздері нейроаминидаза ферментін бөле отырып, клетканың мембранасын лизиске ұшатады, яғни ертеді. Сол арқылы олар шығады пространствоға. Сөйтсе олардың басты мақсаты тағы да жанында орналасқан клеткаларға дәл осы схеманы қайталай отырып, жасушадан жасушаға өтіп, өздерінің вибриондардың санын көбейтіп, жасушаны жою болып табылады. Егер осы вирустардың санына байланысты саны қаншалықты көп болса, яғни бізге туғызатын аурудың саны да көп болып келеді. Өздеріңіз білетініздей, ВИЧ инфекциясын қазір таңда протеовирусты ем тағайындау арқылы толықтай емдеп шығу мүмкін емес болып тұр. Ол не себепті? Бізде вирустар бағана айтылып кеткенде өздерінің жасушалық мишень, яғни мишень сана жасушалары болады. Ал осы ВИЧ инфекциясының сана жасушалары біздің иммунды жүйені құрайтын лимфоциттер, яғни бета, Т және Б лимфоциттерді жасушалардың тура осы схема түрінде зақымдай отырып, олар біздің клеткалардың санын азайтады және иммунитетімізді төмендетіп, басқа да бактерия, вирус, протей, саңырауқұлақтардың әсеріне төзімсіз қылады. Сол себепті біздің иммунитет өзіміздің вирус тұрмақ, өзінің басқа да қарапайымдылардың әсеріне төзімсіз болып келіп, нашарлай береді. Біз олармен қалай күресеміз? Мен қазір сізге схема түрінде жалпы протеовирус препараттардың осы патогенетикалық ем ретінде қалай қолдану керек екенін көрсетейін. Вирустарды клетка ішіне енгізбеу біздің бірінші патогенетикалық емге жатады. Яғни оның механизмі вирустардың байланысатын рецепторларды бітеп қою. Екінші бір препарат, ол бізде вирустардың синтезін күшейтетін нуклеин қышқалдарын тежеу, яғни ол бізде вирустық геном ядроның ішіне енгеннен кейін әсер ететін препараттар. Оларға бізге рибавирин, ставпудин, зидовудин, яғни ядроның ішіне енген вирустың геномын репликацияланбау, яғни көбеюін тежеу, синтезін тежеу болып табылады. Яғни бізде үшінші препарат, ол бізде вирустың құрылымына қажет белок және ферменттердің синтезін шектеу болып табылады. Ол бізде саквинавир, занамавир, тербовудин. Айта кеткенде, бұл препараттардың саны шектеулі емес, олар өте көп. Ол қандай фермент бізде? Бағана видеоның басында айтып кеткенде, яғни протеаза ферменті. Протеаза ферменті осы белоктарды, яғни жетілмеген вирус түрінен жетілген вирус түріне алмастыру үшін бізге протеаза ферментін бөледі дедік. Именно осы үшінші препараттар осы жерде протеазаны шектеу арқылы бізде вирустың жетілген түріне айналмауына себепші болады. Жетілмеген вирустар өздеріңіз білетіндей, олар клетканың ішін лизистеп ары қарай шығып, клетканы басқа да бір клетканы зақымдай алмайды. Төртінші бір препаратқа келетін болса, ол вирустың жасушадан шығуын тежеу, яғни бағана айтып кеткендей схемада. Ол үшін бізге нейроаминидаза ферментін тежеуіміз қажет. Осы фермент арқылы біз жасушаның қабырғасын лизиске ұшатқан едік. Ол қандай препараттар? Олар бізде занамавир, ацеталмавир немесе тамифлю. Осы екі препарат қазіргі таңда жиі қолданатын препараттардың бірі болып табылады. Бесінші түрі бұл интерферондар және интерферондардың индукторы. Бұл препараттар негізінде басты мақсаты вирустарды жою емес, біздің организмімізде иммунитетті көтеру барысында вируспен күресуді күшейтеді. Ол қалай? Бізде осы интерферондар, биферон, анаферон сияқты препараттар, олар бізде иммуностимулдеуші препараттар ретінде қарастыруға болады. Оларды ісік ауруларына қарсы иммуномодулятор ретінде қарастырсақ болады. Өйткені олар біздің иммунитетімізді көтеру арқылы жалпы вирустарға күресуді күшейтеді. Достар, интерферондардың тағы да бір ерекшелігі, олар қалыпты клетканың ішіндегі эндонуклеаза ферментінің күшейтетін де бір әсері бар. Олар сол күшейту арқылы эндонуклеаза ферменті бізде жалпы
эндонуклеаза ферменті бізде осы нуклеин қышқылдарының синтезін тежеуге де әсер етеді. Яғни интерферонның екі бір үлкен қасиеті бар деп айтып кетсек те болады. Ол біріншісі бағанағы эндонуклеаза ферментін ынталандыра отырып нуклеин қышқылдарын шектеу, екіншісі олар бізде қалыпты түрдегі иммунитетімізді көтеру арқылы вирустармен күресуге көмектеседі. Интерферон индукторлары өздеріңіз білетіндей бұл иммунитетті көтеретін бір құрылым болып табылады. Яғни бұның синтетикалық және биогенді түрлері бар. Интерферон индукторлары, олар интерферондар секілді біздің иммунитетімізді көтере отырып, жалпы вирустарға қарсы күресуімізді күшейтеді. Соңғы екі препарат, яғни интерферондар және интерферондар индукторлары бізде вирустар өзімен тікелей шайқасқа түспей, олар біздің иммунитетімізді көтеру арқылы вируспен күресуді күшейтеді деп айтсақ та болады. Вирусқа қарсы препараттардың алдыңғы видеода біз патогенетикалық жолмен емдеуін көрсететін болсақ, ендігі кезекте вирусқа қарсы препараттардың қолдануына байланысты классификациясын көрсеткім келіп тұр. Ол бізде яғни гриппке қарсы препараттар, герпес вирусына қарсы препараттар, цитомегаловирусқа қарсы препараттар, ретровирусқа қарсы препараттар, әсері кең вирусты препараттар деп бөлсек болады. Оларға қандай препараттар жатады, ол сіздерге яғни бұл основной препараттары жиі қолданатын бізде гриппке қарсы ремонтадин, занамавир, ацетамавир немесе тамифлю. Тамифлюді жүкті әйелде қолдансақ болады. Келесі түрі ол бізде герпес вирусына қарсы препараттар, ол ацикловир, ванцикловир және оксалин. Ацикловирге қарағанда бізде ванцикловир эффективтілігі жоғары және де оның ұзақ әсер етеді. Келесі бір топ ол бізде цитомегаловирусқа қарсы препараттар, ганцикловир, валганцикловир, одан кейін бізде ретровирусты препараттар, ол көбінесе спид ауруы кезінде қолданатын препараттар. Оларға бізге зидобудин, ламивудин, ставпудин, келесі бір кезекте ол бізде әсері кең спектрлі вирустар. Оларға біз рибавирин, интерферон және де интерферондардың индукторлары, яғни иммунитетті көтеретін препараттар. Оларға біз кагацел, ингавирин, циклоферон, осы үш препаратты, яғни жиі қолданады. Бұл төменде тұрған үш препарат бұл бізде синтетикалық жолмен алынған. Және де бұның қолдануы өте тиімді. Вируспен зақымданғаннан кейін 3-6 күні де қолдансақ, бұлардың эффективтілік болады. Мәселен, ингавирин бізде осы коронавирус кезінде көптеп іздеген препараттардың бірі болып табылды. Оның 60 және 90 мг дозада таблетка түрінде күніне 1 реттен 7 күн бойы қабылдайды. Ал кагацел күніне 3 реттен және де таблетка түрінде ауру басталғаннан кейінгі 3-4 күні ем қабылдасақ та әсерін көрсете алады. Ал басқа противирус препараттарды біз ауру басталған күннен бастап қолдану маңызды. Достар, жалпы вирусқа қарсы препараттардың оңай және қарапайым схемасы осылай түсіндіре кеттім сіздерге. Егер видео сіздерге ұнаса, видеоның астына комментарий қалдырып, лайк жазып және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.